Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Менің есімім Нұрқаділ. Мынау алтын қоңыз халық емімен айналысқалы, простатитке қарсы 2-3 жылдың жүзі болды. Видеоны түсіруіме себеп, алтын қоңыздың қолдану жолын бір видеомен түсіріп берсеңіздер деп көпшілік өтінген соң түсіріп жатырмын. Мына қолдану жолы 43 санап берем. Bir адамға 43 норма, қазір жаңасы ғой. 43-тің біреуін алып, бірінші күні таңертеңгісін ашқарың, мынандай қанаттарын жұлып тастап, ұнтақтап, таңертеңгісін ашқарыңыз сол жылы сумен ішересіз. Кәдімгі таблетка ұстапшы. Кешкісін маған хабарын беріп отырсаңыз, мен ары қарай екінші күннен бастап ем-домыңызды өзім тегін айтып отыратын боламын. Мына жерге номер қалдырдым, сол WhatsApp-қа жазасыз, я болмаса хабарласып отырыңыз. Солай 40-тан көп ол уже көп болады, одан аз осы қазір нормада. Мен байқап жатырмын, өткен жолдары ескісін беріп жатқан жігіттер бар екен, менен қайтайын келіп жаңасын алып жатқандар болды. Осы сосын бұны қолданылмау керек жағдайлар бар. Мысалы, асқазанда язбасы барлар қолдануға болмайды мүлдем. Әйелдер затында болатын болса, жаңағы бала көтерген, я болмаса бала емізетін әйелдер бойдақтарға ішуге болмайды. Негізінен сол ғой, жаңағы простатит, жаңағы әлсіздік, жаңағы еркекті қуаттың әлсіреуі, ипотом, жаңағы цистит, бүйректегі тас түсіріп жатады. Іштегі шлак-млакты жақсылап тазалайды ғой, үшін. Солай, қолдану жолдары осы. Менде өзі сол бір клиент алады, артынан кейін бір 5-6 танысына осы менің нөмірім, осында алдыңғы түсірген видеом тарқап жүр екен. Сол қолданып жатсаңыздар, басқаларға да осыны тарқатуды сұраймын. Осының ем-домын жақсылап өздеріңіз көргендер көп негізі. Осы видеоны мен арнайы сол тарқату үшін WhatsApp группаларда, я болмаса достарыңызға жіберу үшін түсіріп жатырмын. Барлық ем алушыларға ем болып, Алла шипасын берсін.